Көктем шыға еріген қар суынан зардап шеккен оңтүстік қазақстандықтар енді қуаңшылыққа тап болды. Күн жылынғалы өңірде әлі жауын жаумаған. Жайылымдар сарғайып, қурап барады. Мамандар дала өрттері өршіп кетеді деген болжам жасап отыр. Осыны ескерген төтенше жағдай қызметінің барлық құрылымдары Бәйдібек ауданы аумағында оқу жаттығу өткізді. Оның барысында өрт сөндірудің жаңашыл әдіс тәсілдері мен оны ұйымдастыру жайы пысықталды. Өйткені жылда осы аумақта тілсіз жау жайылымдық жерді жайпап кетеді. Биыл өрттің алдын алуға айрықша көңіл бөлініп отыр. 200 миллион теңгеден астам қаржыға арнайы техника алынбақ. Сондай-ақ 7 ауданда уақытша өрт сөндіру бекеттері құрылуда. Одан басқа бізде медиа жоспарымыз бойынша, өзіміздің медиа жоспарымыз бойынша 30 миллион теңгеде осы үгіт насихаттар жұмыстарына бөлініп жатыр. Оның ішінде осы 30 миллион теңгенің ішінде 16 миллионы, яғни 50%-дан астамы осы өртке қарсы үгіт насихаттар жұмыстарына бөліп қарап отырмыз.